Қайырлы күн, менің есімім Сайлау Расыл Сәкенұлы. Мен осы робот техника саласында юниор инженер және программист болып табыламын. Мен осы салада жүргеніме 2 жыл болды, яғни мен осы 2 жылдың ішінде программирование, инновационный проект және көп орындар алдым. Great Barrier Reef дейтін бар, ол Австралия орналасқан. Мысалы, сол жерде әлемнің ең көп рифтердің источнигі болып табылады. Мысалы, сол жерде облучениенің кесірінен 50% рифтердің жойылып кеткен. Мен лично Максим Гурьянов дейтін осы профессиональный дайвермен сөйлескен болатынмын. Осы 7 жылдық стажы бар дайвер ретінде. Сол өзі Мальдивта өзі экскурсия жүргізген болатын. Сосын ол айтты, мысалы, Мальдивта әдемі жерлерінде мысалы 90% рифтер жойылып кеткен. Осы жерді шешсең болады деген сияқты болды. Сол үшін мен Мальдив аралдарында, мысалы, сондай теңіздерде, мұхиттарда сондай проблема шешкім келді. Сондықтан басында идея менде солай пайда болды. Бұл жобамның атауы Аквавита. Бұл осы корабльдің үстіне орналасқан гаджеттер. Оның үстінде кран бар, подъемный спусктар бар және экорок технологиясы бар. Және де ең қызығы лаборатория бар. Және де оған арналған суасты камерасы бар. Оның астында орналасқан. Осы проекттің жасалу барысында ең қиын болған мәселе ақпарат жинау қиын болды. Себебі неге десеңіздер, мысалы, маған нақты информация қажет. Себебі, мысалы, геолокациясында, оның материалында, мысалы, нақты ақпарат болу қажет. Себебі, мысалы, локация дұрыс таңдамасаң, мысалы, кеме үлкен болып қалуы мүмкін. Сол үшін нақты информация қажет. Өзіміздің лабораториямыздың арқасында біз кез келген рифтерді емдей береміз. Бізге тек қана оның ДНК-сы қажет. Тағы да айта кететін жайт, біз осы Мексикадағы биолог ученыймен сөйлескен болатынмын. Ол маған нақты үшеуін айтты. Сол үшеуін байланысты Баатол, Брокен риф және Банан риф. Сол секілді біз кез келген рифтерді емдей береміз. Мен осы проектті алғашында тек қана макет қана жасап шығардым. Оның ішінде Lego EV3 бар және Lego Spike Prime бар. Бұл тек қана макет болғасын, мен оны реализовать еткім келеді. Маған реализовать ету үшін маған бюджет керек, инвестиция қажет, стартаптар қажет және көп нәрсе қажет. Егер осы менің макетіме инвестор табылатын жағдайда, мен осы Вимпел компаниясымен байланысқа шығып, әр материалдарын нақтылайтын боламын. Менің осы инновациялық жобаның басты мақсаты ол судың экологиясын ұстап тұратын, теңестіріп тұратын, яғни рифтерді емдеу. Егер мен рифтерді емдейтін болсам, мен судың әдемілігін де істей аламын, және де балықтарды, және де басқа теңіз тіршіліктерін емдей аламын. Жайлы ортақ істеп беремін, яғни. Біз бұл осы жобаны рифпен қай жерде проблема көп болып жатыр, сол жерге барып орналастыра аламыз. Бірақ дәл қазірге біз қазірше проблемасын шешіп жатқан жеріміз ол мысалы Мальдив және Австралия. Мен осы проектті жасау барысында жүгінген салаларым ол биология, химия, информатика және география. Осы 4 саланы қажет еттім. Осы инновациялық жобам тек қана теңіз тіршілігін сақтап қана қоймай, біз туризм деңгейін көтере аламыз және бизнес деңгейін де көтере аламыз. Менің осы инновациялық жобам жасалу барысы кем дегенде 8 айда болды. Осы 8 айдың ішінде көптеген эксперттермен сөйлестім, көптеген компаниялармен сөйлестім. Сол компаниялардың әрқайсысында маған кері байланыс берген болатын. Сол кері байланыс арқылы мен өз проектімді 3 рет шашып құрадым десем де болады. Әр шашып болған, мысалы, басында тек қана кранмен осы корабльдің өзі болған. Әр сөйлесіп, кері байланыс алған сайын мен оны өзгерте бастадым. Осы әлемнің 7 керемет профессоры біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды, біреу мұң айтса, біреу жақсы нәрсе айтады. Мысалы, оның біреуі Вимпел дейтін компания. Оның басты инженері біздің осы проектіміз жарамайды деген сияқты әңгіме айтқан болатын. Бірақ 2 аптаның ішінде біз көптеген нәрсе іздеп, ақпараттар алып, өзіміздің проектімізге соның кері байланыс арқылы өзгертіп бастадық. Сосын 2 аптадан кейін көрсеттік және сол нәтиженің арқасында ол біздің проектімізді қабылдады. Сосын айтты, инвестор табылса, өзім көмектесемін деген сияқты. Осы 7 керемет профессордың арқасында осындай керемет нәтижеге жетіп, бірінші орын алып отырмын. Менің осы дамып келе жатқан жас инженерлерге айтатыным, адам істеген затты адам істей алады. Мен істеген сендер де істей аласыңдар. Сол себепті берілмеу керек, дисциплина болу қажет және берілмей еңбек ету керек. Мысалы, бір идеяң болмай қалды ма, оның шығатын екінші жолын ізде. Екінші жол шықпай ма, үшінші жолын ізде. Бір идеяңды до конца давить етіп, сол мақсатыңа жету керек. Ешқашан берілмеу керек. Мен болашақта осы робот техниканы дальше дамытып кеткім келеді және программирование, IT, компьютермен жұмыста дамытқым келеді.